Бектау Ата тауы Қарағанды облысы Балқаш қаласынан 60 шақырым солтүстікте орналасқан. Таудың аумағында түрлі шатқалдар мен құздар орналасқан. Бектау Ата тауының жер бедері, беткейлері тік, жалтыр тақыр тасты, төбесі үшкірлеу келген. Бектау Ата тауы географиялық климаттық орны мен тарихи дамуы жағынан ерекше мекен. Ол Қазақ даласының үлкен екі табиғи климаттық зонасы Жетісу мен Сарыарқаның шектесетін тұсында тұр. Сарыарқаның оңтүстік шығыс қиыры болып саналатын осы шағын алқабында арқаның жануарлар мен өсімдіктер дүниесінің фаунасы мен флорасының көптеген өкілдері мен түрлері кездеседі. Бектау Ата тауында тұщы су көзі бар. Киелі болып саналатын Әулие үңгірі орналасқан. Үңгірдің түпкі жағында суы мөлдір көлшік бар. Тау қуысы жоғарыға қарай мұржа секілді айналып жерге шығады. Үңгірден төменіректе Әулие шошаласының орны бар. Ел арасында ол шошаланың біраз ғасырлар бойы тұрғанын, ондағы ыдыс-аяқтардың да қаз қалпында сақталғандығы айтылады. Кеңес үкіметі кезінде ол шошала құлатылып, ыдыстары сынып жоғалып кеткен. Бектау Атаның қайдан шыққаны туралы нақты дерек аз. Таудың атына байланысты ел арасында аңыздар сақталған. Солардың бірінде Бектау Ата және Беғазы деген екі әулие болған. Олар қашып келіп осы тауды паналаған делінген. Тағы бір аңызда жауынан қашқан Атабек атты адам осы таудың үңгіріне жасырынады. Дұшпандары оны таба алмай кері қайтып кетеді. Үңгірдің ішіндегі бұлақтан шөлін қандырған Атабек аман қалады. Таудың атауын асан қайғымен деп байланыстырады. Бұрынырақ Бектау Ата үңгірі ауруға шалдыққан адамдар, бала көтермей жүрген әйелдер басын түнеп, сыйынып, құрбандық шалатын орын болған. Бүгінде саяхатшылар тамашалайтын мекенге айналған.